Қайырлы күн, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін қазан кебаб тағамын жасайтын боламыз. Өте дәмді шығатын тағам. Осы менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, өте дәмді шығатын болады. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, осы қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Бізге керегі осындай ет турап алдым мен. Одан кейін картошка керек, бір пияз, бір чеснок және осындай укроп керек. Сосын салфеткамен осы картошканы, етті құрғатып, осылай сүртіп аласыздар. Қараңыздар, ол дегеніміз үстімізге шашырап кетпеу үшін осылай бірінші құрғатып аламыз. Етті де осылай сүртіп құрғатып алсаңыздар болады. Қызып тұрған майға осылай көбірек майды құйсаңыздар жақсы болады. Себебі картошка жақсы пісетін болады. Барлық картошканы салып осылай араластырасыздар. Сіздерге лайфхак, осындай чеснокты қоссаңыздар өте керемет шығады. Негізі тамаққа қосып жесеңіздер де болады. Осылай сарғайды. Бірінші қараңыз, енді қызарып келе жатыр, көрдіңіздер ғой. Осындай қызарғанша араластырып тұратын боласыздар. Араластырып тұрмасаңыздар қатып астына жабысып қалатын болады. Сондықтан осылай жан-жағын араластырып тұрасыздар. Ала болып қалмау үшін осылай қасықпен араластырып тұрасыздар. Піскеннен кейін уже қараңыздар, мен осындай ожаумен сүзіп алдым. Басқа зат болмағандықтан қараңыздар, қасықтың көмегімен осылай алып майдан сүзіп алдым жақсылап. Осылай енді етімізді саламыз. Етімізді дәл осы картошканы қуырғандай қызарғанша қуыратын боламыз. Етті де осылай араластырып тұрасыздар. Араластырмасаңыздар қазанның түбіне жабысып қалатын болады. Қараңыздар, бірінші сарғайды, енді қызарғанша осылай жақсылап араластырып тұра бересіздер. Көрдіңіздер ғой, қызарып уже дайын болды етіміз. Енді майдан етімізді де сүзіп алатын боламыз. Осылай ожауымның көмегімен сүзіп алдым. Осының ішінде қалған майды бір ыдысқа жақсылап құйып аласыздар. Осылай құйып алып, қазанды жуып керек жоқ, себебі осы қазанға тағда қазір заттарымызды салатын боламыз. Осылай көз мөлшермен өздеріңізге керекті майыңызды құйып аласыз, қалғанын алып қойсаңыз болады. Бірінші етімізді саламыз. Осылай етімізді салып, картошканы реттеп жан-жағына салатын боламыз. Қараңыздар, осылай қолымның көмегімен осылай тез-тез барлығын салып, дәмдеуіштерді қосамыз. Дәмдеуіштерді бір шай қасық тұз, қара бұрыш, паприка және зира қосамыз. Зираны қоссаңыз өте дәмді болады тағамдарыңыз. Далада отқа піскен картошкадан кем болмайтын болады. Жасап көріңіздер. Содан кейін 100-150 миллиграмдай су қосасыздар. Қатты көп су қосып жібермеңіздер. Сосын осылай барлық дәмдеуіштер араласқанша осылай араластыратын боласыздар. Қараңыздар, мен бетіне чеснокты қойдым и укропты қойдым, дәмі келсін деп. Суды құйғаннан кейін бетін бұқтырып жауып қоясыздар. 1-1,5 сағатқа қоясыздар. Мінекей тамағымыз дайын. Қараңыздар, жұмсақ, дәмді болып шыққан. Осылай бір ыдысымызға салып аласыздар. Бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндейтін боласыздар. Мен пияз, укропты қойдым, чеснокты бірге қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Осы менің рецептіммен дайындап көрсеңіздер өкінбейтін боласыздар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.